туған кезден құттықтамас бұрын бір оқиға желісін айтқым келіп отыр. Біздің атамыз Түйебай мен Тұрас секілді ертеде бір Асан мен Үсен ағайынды жігіт болған екен. Екеуі ауылда шақырып үйге ас бергісі келген екен. Сөйтіп екеуі үйге дастархан жайып үлкен кісілерді күтіп отырса, үйдің есігі қағылады екен. Есігі қағылса, есігін ашса, есікте байлық тұр екен. Асан мен Үсенге айтады: байлық. Асан, Үсен, мен сендерге байлық болып келдім, ол өмірге. Сендердің өмірлеріңізде, отбасыларыңызда бақ, байлық, әрқашан ақшадан ешқандай мұқтаж болмайсыңдар дейді. Асан мен Үсен ойланады да айтады: байлық, рахмет әрине сенің келгеніне, мен біздің отбасымызға байлық ретінде келгеніне, бірақ біз сізді бұл үйге кіргізе алмаймыз екен дейді. Байлық бар жерде көрсе қызарылып болады, бір-бірін көре алмайды. Сол себепті біз сені көре алмаймыз, сізді сыпайы үйден шығарып жібереміз дейді. Кейін есікті қайтадан күтеді, ауылдың ақсақалдары келеді деп ойлайды. Ауылдың ақсақалдары келмейді, есікті қайта күтеді екен. Есікті ашса, үйге ынтымақ келген екен. Ынтымақ айтады: ал Асан, Үсен, есікке мені кіргізсеңдер, төрге отырғызсаңдар, мен сіздерге отбасыңызға бақ, береке, ырыс берем, ынтымақ берем, сіздің үйіңізде әрдайым мейірімділік пен жылулық әрдайым болады дейді. Жарайды, Асан мен Үсен біздің аталарымыз сияқты Түйебай мен Тұрас секілді үйге ынтымақты кіргіземіз. Біздің сіз келген орныңыз төр болады, төрге шығыңыз дейді екен. Сол төрге шыққан ынтымақ Асан мен Үсеннің отбасында үлкен ынтымақ, ырыс, береке болып, бірнеше жылдан бері үйлерінде тату тәтті, ағайынға қамқор екі отбасы бақ берекелі өмір сүреді. Арада біраз жыл өтеді, қайтадан есік қағылады, қайтадан есік ашса, байлық кетіп тұр екен. Байлық айтады: бұл жолы сен неге келдің? Өткен жолы сені дейтін сыпайы шығарып салып едік. Сен келгені жөн емес, біз үйде ынтымақ бар, байлық керек емес дейді. Байлық айтады: мен сіздің үйге отбасыңызға келген себебім, ынтымақ бар жерде әрдайым байлық болады. Сол секілді сіздің отбасыңызға ең бірінші, ең асыл қазына ынтымақ, ырыс, береке тілеймін. Өсірген ұлдарыңыз Тілек, Асима, Айша олар. Және немере жиендеріңіздің қызығын көру жассын, үлкен жасқа жөнеле беріңіз. Енді 80 жас деген бұл тек өмірдің несі емес, ары қарай жамбылдың жасы дейді, 90-ға 100-ге таяған. 80 жай ғана сан емес, 80 деген жылулық пен мейірімділіктің белгісі болып, сіз осы отбасының бәйтерегі болып, жылулығымен, тек ақылыңызбен, кеңесімен арамызда жүре беріңіз. Тағы да туған күніңіз құтты болсын. Енді бар айтарым осы сізге. Рахмет көп-көп.